Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 8-ші сынып дүниежүзілік тарих БЖБ-2 талдауды бастайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері қандай және оның негізгі шайқастарын көрсетеміз. Бүгінгі тапсырма екі тапсырмамыз бар. Бірінші тапсырмада Бірінші дүниежүзілік соғыстың екі алғы шартын, екі негізгі себептерін көрсететін боламыз. Міне көріп отырсыздар. Екінші тапсырмада Батыс майдан мен Шығыс майданның негізгі уақиғаларын атап көрсетеміз. Сонымен қатар әскери техника және соғыс стратегияларын дәлел келтіретін боламыз. Және ең соңғысы, сіздің ойыңызша ең мықты соғыс стратегиялары мен әскери техникалары қай мемлекеттерде болды және оған дәлел келтіретін боламыз. Бүгінгі БЖБ-мыз 10 балдан тұрады. Міне көріп отырсыздар. Оқушылар алдымен БЖБ талдауымызды көрмес бұрын арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші алғы шартымыз: Балқан аймағындағы саяси шиеленістер мен түрлі ұлттық қозғалыстар, әсіресе Сербия, Австрия, Венгрия арасындағы текетірестер соғысқа себеп болды. Екіншіден, 19 ғасыр, 20 ғасырдың басында әскери одақтардың құрылуы, Германия, Франция, Ресей, Англия арасында территориялық дау-дамайлар болды. Ендеше себептері: бірінші себебі 20 ғасырдың басындағы жаңа технологияның дамуының әсерінен милитаризм күшейіп, жеке дара мемлекеттің дербес билікке ұмтылуы болды. Екінші, еуропалық державалар арасындағы басты негізгі ресурстарды иелену үшін бәсекелестік күшейді. Екінші тапсырма: Батыс майданы. Батыс майданы 1914 жылдан бастап 1918 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Бұның негізгі аумағы Франция мен Бельгияның аумағында болған шайқастар. Бұл майданда Германия, Англия, Франция, Ресей және де басқа да одақтас мемлекеттер әскерлері қатысты. Негізгі шайқастары Верден және Сомма сияқты үлкен шайқастар өтті. Бұл шайқаста үлкен адамдар шығындар мен материалдық залал болды. Адам шығынын көріп отырсыздар. Және соғыстың аяқталуы 1918 жылдың Германияның капитуляциясымен соғыс аяқталды. Батыс майданындағы шайқастардың нәтижелері Версаль келісіміне алып келді. Бұл келешек халықаралық қатынастарға үлкен әсер етті. Келесі Шығыс майданы. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы Шығыс майданы 1914 жылдан бастап 1918 жылға дейінгі кезеңде негізінен Ресей империясы, Германия, Австрия, Венгрия және Осман империясының арасында шайқастарды қамтиды. Бұл майдан Батыс майданға қарағанда кеңірек, ауқымды, түрлі этникалық топтарды қамтыды. Негізгі шайқастары Галиция, Лодз, Рига шайқастары болды. Бұл шайқастың негізгі аумағы Ресей империясының батыс шекарадан бастап Балтық, Қара теңізге дейінгі аумақты қамтыды. Соғыстың аяқталуы 1917 жылдың Ресейдегі саяси жағдайдың өзгеруінің нәтижесінде ел соғыстан шығып, Брест-Литовск келісіміне қол қоюмен аяқталды. Ал одан кейінгі сұрақ бізде болатын: міне көріп отырсыздар, соғыстың барысында жаңа қарулар мен технологиялар, мысалы танктер, ұшақтар, химиялық қарулар қолданылды деп жазсаңыздар болады. Одан соң ең соңғы сұрақта мен былай жаздым: жеңілгеніне қарамастан, менің ойымша ең мықты соғыс техникалар мен стратегиялары Германияда болды деп ойлаймын. Міне осымен балалар, біз 8-ші сыныптағы дүниежүзілік тарих БЖБ талдауымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.